халыққа барлық жағдай жасалған, кешсін демалады. Көңілден шығады, барлығы да жақсы. Айтатын жоқ, газы бәрі қамтамасыз етілген. Бәрі әдемі, көше таза. Қазалы ауданы бойынша күннен күнге көркейіп келе жатыр. Оны мына абаттандырудан көріп жатсыздар. Асфальт жолдар күнделікті салынып отыр. Жолаушылар жолы, асфальт жолдар күнделікті жөнделіп келе жатыр. Оның бер жағында кентімізде жаңа аурухана салынды, жаңа емхана салынды. Аудан халқының 100%-на жуығы қазіргі күнде үйлерменен қамтамасыз етілген. Мына қалада жаңа ипотека үйлері салынып жатыр. Оның өзі жаңа заманға лайықты. Мәдени шаралар жөнінен ешқандай басқа қалалардан, басқа аудандардан қалыс қалып жатқан жоқ. Мына жеңіс паркі биылғы жылы өте жоғары деңгейде ашылып, оған бүкіл халық қуанышты қазір күндерде. Күнделікті барып балалар демалады. Мына кент әкімшілігінің алдында алаңға су бұршақтары ашылып, оған балалар барып демалып, жақсы көңіл күймен қайтады. Оған ата-аналар да қуанып жатыр. Және оның алдында жаңағы балалардың ойнайтын ойын алаңдары бар. Соңғы кездері Қазалы ауданымыз көркейіп, жаңарып жатыр. Мысалға, жастарға арнап жақын уақытта жаңа парк салынды. Жастар өз көп уақытын сол жақта өткізіп, достарымен бірге уақыт өткізіп жатыр. Көшеміздің біразы, осы Әйтеке би көшесі жақсы асфальтталды, светтер құрылды. Ол әркім енді өзінің тазалығына қараса дейміз. Мен осы жерде күн жүрем базардың жанында Әйтеке би көшесінде. Мен осы аудан әкімін Есмақан Алмасбекті көбінесе көремін қатысымен. Осы түнде осы базардың бәрін бір жағалап, жұмыстан кейін бәрін тазалығына қарап жүреді. Жақсы бәрі, істеп жатыр жұмыстың бәрін. Мысалы, жеңіс паркін қандай қылып жатыр. Керемет істескен істерін бәрі. Көркейе берді ауданымыз.